Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен котлет жасаймыз. Котлет дегенде бұл самсаға дайындаған начинка масқабақпен. Осылайша артық қалғансын котлет жасайын деп шештім. Осылайша котлеттің формасын дөңгелектеп алып, ұнға аунатып, екі жағын қызартып аламыз. Содан соң гарнирге картопымызды ашып, дұрыстап жуып, тұзымызды сеуіп, піскенін күтеміз. Содан соң котлеттерімізді пісіріп қызартып алғаннан соң қайтадан жуамызды қуырамыз. Содан соң морковымызды саламыз. Содан соң кішкене томатқа су құйып араластырып, осы морковымыздың үстіне құйып, кішкене морковымыз пісе келгеннен кейін үстіне котлеттерімізді салып, бұқтырып аламыз. Содан соң бұқтырылып болған соң үстіне укроп сеуіп жіберсеңіз болады. Мінекей осылайша барлығын орналастырып шығамыз да бетін жауып бұқтырып аламыз. Өте дәмді болып шығады. Аспасын. Бұдан да басқа рецепттарды менің YouTube арнамнан таба аласыздар. Сілтеме биода тұр. Осылайша котлетіміз дайын болады, және картопымызда піскеннен соң осындай арнайы көмекшінің көмегімен езіп аламыз. Немесе сізде блендер болса, блендермен картошкаңызды езсеңіз күшті болып шығады. Жасап көріңіз. Мінекей осылайша біздің дәмді тағамыз дайын. Егер сізге ұнаса, менің YouTube арнамды бағалап кетуді ұмытпаңыз. Немесе хотя бы лайк басып кетіңіз. Рахмет.